мынау. Ол әлі мына оң қолы қайсы, соң қолы қайсы екеуін білмей, қайсысы екенін білмейді. 2 жасар балаға бірден үшті үйретпекші. Масқара. Масқара. Бұл кім шығарып отыр? Бұл не деген ақымақшылық? Бұл тіпті бүкіл ғылымға қайшы бұл. Көрдіңіздер бе? Мына осыдан кейін жаңа ойбай үш тілді бірдей алға шығаруымыз керек, үш тілді бірдей көруіміз керек деген кезде, мына Қызылорда, мен телевизордан тыңдадым, Қызылорданың бір қазақ мектебі бар екен, ойбай біз үш тілге көштік деп, соның меңгерушісі сөйлеп жатыр телевизордан. Үш тілге. Міне, осындай өресіздер алға шығады. Енді, мына қазақтың арғы бергі тарихында өзінің ана тіліне қарсы шыққан адамдар бар. Өзі қазақ тіліне, қазақтың ұлттық рухына қарсы шыққан қазақтар болған. Ана Әліби Жангелдин деген атамыз өзінің аты жөнін өзгертіп Степнов болған, Степнов. Міне, жалпы осыны ғылыми түрде тексере келгенде, өзінің ұлтына қарышқан, тіліне қарышқан, тілін менсінбеген адамдардың барлығының тағдыры трагедиямен біткен. Құдайдың өзі жазылып отырады. Өйткені Құран кәрімде ана тілді де, ұлтты да Құдайдың ойлап шығарылғаны, Құдайдың енгізгені дәлелденген. Міне, сондықтан ана өз ана тілінде сөйлемеудің осындай қасіреті бар. Бұны әрбір шала қазақ министр білу керек, әрбір дүмші қазақ білу керек. Ал енді жаңа мұнда айтып жатырмыз жетістіктерді айтып жатырмыз, санамалап жатырмыз. Мына біз өтірік айтуға соншама үйреніп кеткенбіз. Мына қараңыздар, мұнанша мына кеше мына Бауыржан деген осы тіл комитетінің бастығы бір жерге барып шешті кешкі таман. Неге бір мейрамханаға. Сонда отырғандардың барлық қазақтар. Енді 80% қазақтар. Оны енді оларға назар аудардық. Сонда жаңағы отырған қазақтардың 75% шамамен барлығы бір-біріменен орыс тілінде әңгімелесіп отыр. Мына көшеге шығайық. Көшеге кетіп бара жатқан қазақтарды бір-бірімен әңгімелесіп кетіп бара жатқан қазақтарды есептейік. Мен бұны баяғыда келтіргем парламентте күнде. Сонда осы Астанада мына әңгімелесіп кетіп бара жатқан қазақтардың 10 қазақтың 8-і, әйтсе 9-і бір-біріменен орысша әңгімелесіп бара жатыр. Алматыда 7-сі шамамен. Міне, осыған қарап, мына мемлекеттік тілді біз бүйтіп жатырмыз деп айта беруге болады. Бірақ негізін қарайықшы. Негізі бейшара күйде. Ал енді, мынау 1991 жылы, мен парламентте айттым баяғыда, 1991 жылы елімізде 8881 балабақша болды. Соның 4734-ті, мен жаттап алған бәрін, 4734-ті қазақ тілінде болатын. Ал енді өткенде білім министрлігі Алматыға келіп баяндама жасады, мен қатысып отырдым. Сонда ол айтады, 645 балабақша қазақ тілінде істеп жатыр. Бұл үлкен жетістік, бұл бәріміздің мақтанышымыз дейді. Онда 91 жылы 4734 балабақша болды қазақ тілінде. Сол санға жету үшін бізге қанша жыл уақыт керек? Қанша жыл уақыт керек? Шамамен 400 жыл уақыт керек. Масқара емес пе? Мақтанудың да жөні бар. Оны кейін, жалпы мұна өткенде
мен осы парламентте жүргенде мен мына Кәрім Қажымханұлына 8 мәселенің төңірегінде 8 проблеманың төңірегінде мәселе қойғам. Соны бұл кісі зерттеді. Екеуміздің арамызда ұзақ әңгіме болды. Содан кейін соның ішіндегі ең бастысы мына мемлекеттік тіл туралы арнайы заң керек бізге. Осы мәселені бұл кісі қолдады. Сөйтіп, енді оны ана жиналыста уәде берді, сөйтіп тапсырма берді. Ол заң дайындалды, бәріміз қуандық, бірақ үлкен үйге барды да тоқтап қалды. Ал енді мына қазір дұрыс, біз енді өз ана тілінде олардың кінәсі жоқ қой. Ана тілінде сөйлей алмайтын адамдардың барлығын жаңа қызметтен алып тастау керек деген мәселе қойып отырған жоқпыз. Оны қоймаймыз да. Бірақ мына осы аз уақыттың ішінде шындыда мына Кәрекең қазақша тәптеуір сөйлеп қалды. Ал енді осыны арғай жалғастыра беру керек. Содан кейін мүмкін болса Кәрекең барлық жиналыстарды мемлекеттік тілде өткізу керек. Барлық жерлерде. Осыған ол үшін арнайы мемлекеттік заң қажет. Заңсыз бәрі бос әңгіме. Осы күні бүгінге дейін